Сәлем достар, сіздермен бірге мен Сайлау Абди. Достар, күнделікті жұмыс жасай беріп, шаршадық, демалып қайтқым келіп жатыр. Демалып қайтқанда әрине мен ең жақсы көретін мемлекеттердің бірі бұл Европаға барып демалып қайту. Сол себепті Европаға тур ұйымдастырып жатырмын. Турдың аты Евротур және де Американың визасы Welcome to USA деп аталады. Бұл деген не ол? Яғни Европаға мен алдағы уақытта 5 сәуір мен 14 сәуір аралығында 10 адамды алып барамын. Хотя 10 адам емес, уже 7 орындай қалды. Барамын және де барып келгеннен кейін Евротурға, ол сәуір айының ортасында сіздерге осы барған адамдарға Американың визасын тегін рәсімдеп беремін. Осы бойынша сіздерге керемет тарихи, танымды турды ұйымдастырып жатырмын. Алдағы Евротурда біз қандай мемлекеттерге барамыз? Олар Біріккен Араб Әмірліктері, Дубай немесе Абу-Даби қаласы. Дубай немесе Абу-Даби қаласына келіп бір күн болғаннан кейін біз Венгрия Будапештке қарай барамыз. Венгрия Будапештті әбден аралағаннан кейін Австрия Венаға барамыз. Австрия Венадан кейін Германия Берлин. Ол жерде тарихи тур болады. Гитлердің музейі, үйлері, екінші дүниежүзілік соғыстан қалған барлық туристік мекемелердің барлығын аралаймыз. Германия Берлиннен кейін біз Нидерланды Амстердамға барамыз. Дүниежүзіндегі портовый город, ең қымбат қала деп саналады. Амстердамда болғаннан кейін біз аралай Брюссель, Бельгия арқылы Франция, Парижге барамыз. Франция, Париж, әрине өздеріңіз білесіздер, бұл керемет дүниежүзіндегі ең әдемі Эйфель мұнарасы. Ол жерді көреміз, әбден қыдырамыз, Луврға барамыз. Содан кейін Франция, Парижден біз Венгрия Будапештке қайтып келеміз. Венгрия Будапештте қайтадан бір күн боламыз. Сөйтіп Будапешттен Біріккен Араб Әмірліктеріне Абу-Даби немесе Дубай қаласында бір күн боламыз. Сөйтіп Қазақстанға қайтып ұшып келеміз. Евротурдың болатын уақыттары бізде 5 сәуір менен 14 сәуір аралығында. Турдың жалпы уақыты 9 күнге созылады. Яғни 2 айдан кейін. Турдың бағасы бізде 2-ге бөлінеді. 690 мың теңге және 890 мың теңге. Стандартный пакет және премиум пакет деп. Оған не кіреді? Қараңыздар. Ең арзан 690 мың теңгелік стандартный пакеттің ішіне екеуінің айырмашылығы бұл Европаға барған уақытта Берлиннен Амстердамға дейін және де Франция, Парижден Будапештке дейін автобуспен жүріп отырады. Ал премиум пакеттің 890 мың теңге төлеген адамдар осы мемлекеттердің арасында самолетпен ұшады. Және де келесі стандартына арзан 690 мың теңгелікте адамдар тілеп 3+ апартменттерде жатады. Олар хостелдар немесе Airbnb-де бір пәтерде 5-6 адам жатады. Осында пәтер жалдаймыз. Ал премиум пакетті таңдағандар олар өздері жеке 4+ қонақ үйлерде, егерде ерлі зайыптылар болатын болса, өздерінде жеке бөлмеде жатады. Барлық тур барысында. Сол секілді өздеріңізге қандай удобство таңдайсыздар, сол пакетті таңдасаңыздар болады, және де соныменен барып қайтасыздар. 690 мың теңге немесе 890 мың теңгенің ішіне не кіреді? Бұл бізде авиабилеттер. Қазақстанда ұшатын қалалар Астана немесе Алматы, өзіңізге жақын қаланы таңдайсыз. Сол қаладан авиабилеттер кіреді. Ол Абу-Дабиге, Абу-Дабиден Венгрия Будапештке, Венгрия Будапешттен қайтып Абу-Дабиге және де қайтып Астана немесе Алматы қаласына. Яғни барлық авиабилеттер кіреді. Одан кейін қонақ үйлер немесе гостиницалар, хостелдарда тұру, осының ақысы. Шенген визасын рәсімдеуге көмек. Қалалардың арасында автобус немесе самолеттердегі билеттері, яғни трансферлер, медициналық сақтандыру, қалалық немесе шекаралық таможнялардың пошталары және салықтары, және де сіздерге тарихи профессионалды гидтің құны осыған кететін шығындардың барлығы кіреді. Турдың бағасына не кірмейді? Олар ең бірінші бізде визаға, ертең консульствоға барған кезде төленетін консульский сбор, тур барысында кететін тамаққа сіздердің расходтарыңыз, және де қаланың ішінде жүретін автобус, такси, метро, осындай шығындар бұл турдың ішіне кірмейді. Турға қалай қатысуға болады? Осы видеоның астында мен контакт номерлерді көрсетемін, немесе мына номерге хабарласатын болсаңыздар, Евротурға Абдимен бірге барғым келеді деп жазатын болсаңыздар, сіздерге келісім шартты жібереді. Келісім шартты оқисыздар, танысасыздар, қол қоясыздар және де предоплата төлейсіздер. Предоплата төленгеннен кейін біз сізден Шенген визаңызды рәсімдеуді бастаймыз. Шенген визасы 10 күннің ішінде дайын болады.
10 күн ішінде визаңыз дайын болғаннан кейін қалған оплатаны жасайсыз. Біз авиабилет, гостиница броньдалған осылардың барлығын сатып аламыз. Және де 5 сәуір күні Алматы немесе Астана қаласынан ұшу уақытын күтеміз. Бұл турдың қандай айырмашылықтар бар? Ең біріншісі әрине бұл саяхат. Саяхатқа еш нәрсе жетпейді. Егер де сіздің достарыңыз, таныстарыңыз Инстаграмдағы барлықтары мынау тұрған Турцияға, Дубайға, Египетке барып келе жатқан болатын болса, сіздер Европаға барасыздар. Олар Венгрия, Германия, Нидерланды, Амстердам, Франция, Париж, Австрия, Вена деген осындай керемет мемлекеттерге барып тарихи турдың куәгері боласыздар. Екінші бір артықшылықтары, осы турға менімен бірге барып қайтқан әрбір турдың мүшелеріне қайтып келгеннен кейін, егер де қаласаңыздар, әрине сіздерге Американың визасын тегін рәсімдеп беремін. Үшінші артықшылықтары бұл турдың сіздердің паспорттарыңызға аталған мемлекеттердің печаттары және де визалары болады. Егер де сіздер алдағы уақыттарда Кореяға, Канадаға, Англияға, немесе Японияға, Америкаға визаға тапсырғыларыңыз келетін болса, сіздерге туристік мақсатта болсын, ол виза алуға әрине үлкен көмегін тигізеді. Сол себепті достар, кеттік турға тіркелеміз. Қазіргі таңда бүгінгі күнге ровно 7 орын қалды. Сол секілді астындағы номерлерге хабарласып, ең бірінші боп өздеріңізге, жұбайларыңызбен бірге, немесе достарыңызбен бірге орын алып қоюға тырысыңыздар. Себебі орындардың саны, қайталап айтамын, тек қана 10 адам ғана барады. Сіздермен болған мен, Сайлау Абди, каналға жазыламыз. Сұрақтарыңыз бар болатын болса, осы видеоның астында комментарияға пікірлеріңізді қалдырамыз. Рахмет, күтеміз.